бойынша Нерке Сағымжан министрліктің осы апта көлеміндегі айтулы жаңалықтармен таныстыратын боламын. Қазақстанда 2022 жылдың қорытындысы бойынша жеңіл өнеркәсіп өндірісінің көлемі 6%-ға өсіп, 178 миллиард теңгені құрады. Өсім барлық кіші салаларда байқалды. Тоқыма бұйымдары, киім-кешек, былғары, оған қоса бірнеше өнімдер өндірілуде. Айта кетейік, бүгінгі таңда жеңіл өнеркәсібін дамыту басым бағыттар бірі болып табылады. Өйткені сала халықтың жоғары жұмыспен қамтылуын қамтамасыз етіп отыр, әлеуметтік және де маңызға ие. Қазақстанда жыл басынан бері жол саласының мамандарының біліктілігін арттыруға қызығушылығы артқан байқалды. Қаңтар айының 2-ші аптасында ғана Қазақстандық жол ғылыми зерттеу институтының оқу орталығында 105 жолшы жүгінді. Айта кетейік, Астанадағы Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты зертханасында білікті арттыруға байланысты алғашқы курстар өтті. Бұрын институт оларда тек қана Алматыда өткізілген болатын. Министр Марат Қарабаев үкімет отырысының барысында министрлердің кабинетінің басшысы Әлихан Смайыловтың республиканың автомобиль және темір жолдарының су тасқыны кезеңіндегі дайындау туралы хабардар етті. Министрлік басшысы су тасқыны кезеңінде дайындықтың ерекше бақылауда екенін атап өтті. Мәселен, қауіп-қатердің уақытылы алдын алу және жою үшін су тасқынына қарсы іс-шараларға жоспарлары бекітілген болатын. Марат Қарабаев Сахар Республикасының басшысы Айсен Николаевпен кездесті. Кездесу барысында тараптар ұзақ мерзімді өзара тиімді ынтымақтастықты дамыту және нығайту мәселелері талқылады. Министр жемісті ынтымақтастыққа қызығушылық пен үмітті білдіріп, Якутия инвесторларын Қазақстанның аумағындағы инвестициялық жобаларды бірлесіп іске асыруға шақырды. Министрліктің осы апта көлемінде орын алған негізгі жаңалықтар осындай. Амандықта жүздескенше.